Алғы сөз. 21 ғасырдың табалдырығын аттағалы бері адамзаттан маза кетті. 2000 жылдары жаңа ғасыр бәрімізге тыныштық пен бақытты молынан беретін сияқты көрініп, жаңа кезеңге үмітпен құлшына кірген болатынбыз. Бірақ уақыт өте келе бір нәрсенің мүлт кеткені барған сайын анығырақ сезіле түсті. Ең жаманы, ол нәрсе жай ғана көп мұқтаждықтың бірі емес, адам болмысы үшін аса маңызды, ең керекті, ең шешуші рухани құбылыс екені көрінді. 21 ғасырда технологиялық прогресс жарықтық жылдамдықпен өскені сонша, кісі баласы оған әзер ілесіп келе жатыр. Неше түрлі роботтар мен электронды саймандар жұмыстың бәрін жапырып, пенденің бос уақытын көбейтіп жіберді. Бар бәле осыдан басталды. Жұрттың көбі артылып қалған уақытты қайда, қалай, қай іске жұмсау керегін білмейтін болып шықты. Классикалық көне түсінік бойынша жылт еткен бос уақыттың бәрі көкірекке құндылық құйып, тұла бойына даналық дарытып қалуға жұмсалатын. Осының арқасында ескінің адамы қуыс кеуде деген рухани дерттен аман жүрді. Сауатты тұлғаларды айтпағанда, қара танымайтын қараның өзі неше түрлі мәдени өнімдерді құлағына құйып, көкірегіне түйіп, бос сөз, бос әңгімеден алшақтау тұрды. Әлбетте, ол кездегі құнарлы әңгіме мен шырынды қиссалардың түгелге дерлігі дін ғылымы өндірген құндылықтар болатын. Жаңа заман, жаңа дәуір бізге ғылымның неше атасы өндірген неше түрлі құндылықтар әлемін ашты. Осыған дейін ақпаратқа, ғылымға сусап келген халық оларға жаппай бас салды. Ағыл-тегіл ақтарылған су жаңа ақпараттар тасқынының қасында рухани құндылықтар ескінің сарқыншағы сияқты көрінді. Осылайша олар ескірген деген үкіммен қоқысқа тасталды. Бірақ мұндай кері құбылыс бізде ғана болып жатыр деп қалмаңыз. 2016 жылы британиялық ғалым Питер Уотсон «Қуыс кеуде ғасыры» атты еңбегін жариялады. Кітаптың аты да айтып тұрғандай, мұнда өте күрделі һәм өте нәзік тақырып қозғалған. Автор Ницшенің заманында Құдайдың өлімін қуана қабылдаған Европа жұртының қазіргі рухани ахуалына шолу жасайды. Өмірдің мәнін рухани құндылықсыз да таба аламыз деп, неше түрлі өнер мен ғылым саласына барынша тереңдеген жұрттың осы күнде жалғыздық пен депрессияның және соңы жоқ стрестің қақпанына қалай түскенін тарқатып жазады. Біздің де осы кітапты жазуымызға түрткі болған британиялық ғалымның сол ой толғаулары. Себебі қазақ ұлысының қуыс кеуде дертіне оңбай ұрынуының өзіне ғана тән аса аянышты тарихы бар. Біз осы тарихқа терең назар салған сайын, қазіргі қазақтың неге экзистенциялық фрустрацияға тез ұшырап, адами болмысының неліктен бөлшектеніп, ыдырап бара жатқанын анығырақ түсінетін болдық. Қуыс кеуделікке ұрыну оқиғаларының хроникасын жазған сайын оқушының үрейі ұшатыны рас. Бірақ соның өзінде біздің өзіміздің оптимистік позициямыздан 1 миллиметрде шегінбейміз. Себебі қаңыраған қуыс кеудені толтыратын рухани, мәдени құндылық қазақ ұлысында шамадан тыс көп. Екіншіден, осы ғасырдың өзінде одан оңай құтылып кетудің жолы да тарихта сайрап жатыр. Ең бастысы, осы проблемаға ден қойып, онымен қайтпай күресуге бейілді болсаңыз жетіп жатыр. Дін, ғылым, мәдениет. Адамның жаралып, жердегі тіршілігіне мән дарытып, өмірінің мұраты мен мазмұнын айшықтап тұрушы ең негізгі 3 феномен бар. Олар дін, мәдениет және ғылым. Бұдан басқа сан сала осы үшеуін қорғауға, сақтауға, дамытуға жәрдемші факторлар. Үшеуінің біреуі қисайса, өмірдің мәні бұлыңғыр тартады. Әсіресе өзімен өзі оңаша қалған сәтінде ішкі әлемінде қорқынышты қара құрдым бар екені біліне бастайды. Басында мән бермегенімен есейген сайын бұл құрдымның өрісі кеңіп,
түбі тұңғиыққа тарта түседі. Бұдан соң оған оңаша қалудың өзі жан шыдатпас қорқынышқа айналады. Талықсып барып құлайтын табиғи тәтті ұйқы көзден бұлбұл ұшады. Кеудедегі құрдым үрейінің күштілігі сондай тәтті ұйқыны жолатпайды. Ол өзін әбден қалжыратып, шаршап барып төсекке құлайды немесе дәрінің ішімдіктің күшімен мас боп ұйықтайды. Кеудедегі қара құрдымды сезгенде тіпті сауатты маман мен дәулетті байдың өзі келесі күніне жоспар құра алмай сенделіп кетеді. Күні кеше оны өмірге құштар қылған қызық пен нығметтің бәрі мәнсіз, мағынасыз дүниеге айналады. Қандай істің құйрығынан ұстаса да жылдам жалығып шыға келеді. Осы сәтте ғана ол бірінші рет тіршіліктің өмір бақи сарқылмайтын қызығы бар ма деген сұрақты өзіне қояды. Жауабын шындап іздегендер оны таппай қоймайды. Жауабын табудан қорыққандар өлім сәті соққанша баянсыз қызықпен өзін алдаусыратып, жасанды жолмен сүйретіліп жүруге мәжбүр. Адам қалай пайда болды? Не үшін жаратылды? Жерге қайдан келіп түсті деген сұраққа дін жауап береді. Адам не істеуі керек еді? Оның адами міндеті не деген сұраққа мәдениет жауапты. Ал адам бұл міндетін қаншалықты сауатты атқарып жатыр деген сұрақпен ғылым айналысады. Барлық рухани кеселдің бастауы осы аса маңызды үш саланы айыра алмай шатысқанда асқынады. Сол үшін бұл кітапта шама шарқымыз жеткенше осы ілімнің үш сатысын рационалды түрде сараптауға тырысамыз. Үшеуінің біреуі қисықталданып, қате түсіндірілетін болса, өмірдің ең ұлы мұраты бұлыңғырланып шыға келеді. Үш түрлі ілімнің бір-бірімен мәндік тұрғыда қалай байланысып жатқанын көрмеген соң, уақыт өте келе олардың қай-қайсысы да адамды баянды бақытқа жеткізе алмайтын сияқты көрінеді. Байқасаңыз, мәдениет сөзінің түбірі дін. Дін көзге көрінбейтін ғайыптық сипатты суреттеп тұрады. Құранда да бұл кітап ғайыпқа сенгендерге сенімді жетекші дейтіні осыдан. Діни құндылықтар абстракциядан айырылып, зухурға өткенде, яғни материямен қабысып, көзге көрінгенде маданият қалыбына ауысады. Дин сөзінің алдына арабтың ма префиксі жалғанғанда, оның заттанғанын білдіріп, мадинат деген жаңа мағына үстейді. Бұдан соң діннің берген жемісін мәдени құндылық ретінде тұтынып, сүреңсіз өміріңе мағына дарытасың. Арабтың ма префиксі арқылы жаңа мағынаға ие болатын сөздер біздің лексиконда өте көп. Мысалы, мұғалім сөзінің түбірі ғылым. Оған ма жұрнағы жалғанғанда ғылым үйретуші адам деген жаңа мағына туады. Мектеп сөзін алсақ та сондай, түбірі кәтәба, яғни жазу деген мәнді білдіреді. Оған ма жұрнағы жалғанғанда жазу жазатын жер деген жаңа мағына шығады. Қазір жиі кездесетін Мәдина деген қыз баланың есімінің түбірі де өркениет, цивилизация, қала деген мағынаны білдіреді. Яғни қала діни құндылықты дұрыс сіңіргенде ғана өркениет пен мәдениеттің ошағына айналады. Ал рухани құндылық насихатталмаса, қоғам рухани тозады. Сондықтан да рухани азғындаған қаланы Алла Тағала жер бетінен жойып отырады деген діни түсінік бар. Оның классикалық түрі әдетте киелі кітаптарда Нұх пен Луттың қауымының тұтастай жойылуымен баяндалады. Бірі топан суға тұншықса, бірінің төбесінен от жауды. Ал нақты тарихтағы дерек ретінде Везувий жанартауы атылғанда шоқ пен оттың астында қалған Помпей қаласы аталады. Уилл Дюрант сияқты академик ғалымдардың өзі сол кездегі Рим қалаларындағы адамзаттың азуына қайран қалады. Сексуалды қатынастардың адам миына сыймас неше түрлі анайы формасын ойлап тауып, күнделікті қызыққа айналдырады. Қазірдің өзінде Помпейдің күл астында көміліп қалуын осы азғындығымен байланыстыратын сауатты адамдар жетерлік.
руханият пен мәдениеттің өзара байланысын сәтті бейнелеп түсіндірген ойшылдардың бірі Лев Толстой. Ол өзінің «Круг чтения» деген еңбегінде мынадай сипаттама береді: дінді бейнелеп айтқанда талдың тамырына балайды. Ал мәдени құндылықтар осы талдың жасыл жапырағы мен қош иісті гүлі һәм тәтті жемісі саналады. Әдетте тамырға ешкім қызықпайды. Біріншіден, талдың тамыры топырақтың астында жатады. Екіншіден, оның түсі, қош иісі, тәтті дәмі болмайды. Тамырға қарап эстетикалық ләззат ала алмайсың. Сондықтан да ақындар талдың тамырын өлеңге қоспайды. Әдетте өлең жырдың негізгі арқауы үзіліп түскен жапырақ, оған тұрған шық, жұпар иісті гүл, бал татыған жеміс. Бірақ осы көркем нығметтің бәрі қадірсіз қалған тамырға тәуелді. Тамырдан қиылса, жоғарыда айтылған көркем нығметтің бәрі адыра қалады. Осы жерде 21 ғасыр адамы жиі сүрінетін нәзік нүкте бар. Олар әлеуметтік желіні пайдаланып, діннің өте нәзік иірімдерін жұрттың жаппай талқысына салып, ақиқатты айырып аламыз деп дәметеді. Дәметкені сонша, жекелеген кісілердің құпия діни наным-сенімдерін ортаға салып талқылап отырады. Бейнелеп айтқанда бұл ағаштың жемісін емес, тамырын көрсетіп, жұртты шақырған сықылды нәрсе. Негізі бұл өте қауіпті тенденция. Ол жайлы Виктор Франкл дін, иман тақырыбы ең интимді аймаққа жатады. Сол үшін оны барынша құпия ұстап, жұрттың талқысына түсірмеу керек. Мысалы, ерлі-зайыптының романтикалық байланысы мен интимді қатынастары олар үшін ең құпия ақпарат саналады. Осы ақпарат жұрттың жаппай талқысына ашық түссе не болады? Арсыз типтер мұндай мүмкіндікті мүлт жібермейді. Олар осыны пайдаланып, сен үшін қастерлі құпия аймақтың бәрін адақтап, таптап кетеді. Жан сарайыңдағы киелі аймақ осылай ойрандалмас үшін діни сеніміңді барынша білдірмеуге тырысасың дейді. Қазірде солай. Ел жұрт діни сенімін әлеуметтік желіде ашық талқылаған сайын тамыры жалаңаштанған ағаш сияқты. Өзі де рухани тұрғыда жалаңаштанып, тонала түседі. Сен үшін ең аяулы, ең қастерлі құндылықтар кесір типтердің мазағына айналады. Бұдан соң өзің үшін де ол сенімнің соқыр тиын құны қалмаған сияқты сезіледі. Осылайша рухани тамырың суалған соң, әулетіңмен қоса мәдени тоқырап, ішкі алауыздықтың кесірінен жаппай ыдырауға дайын жүруге тура келеді. Ал ғылым Алланың бір сифаты, яғни барлық нәрсенің дұрысын объективті фактілермен білуші, айырушы. Мұны да бейнелеп айтар болсақ, ғылым зиянкеш жәндіктер қаптағанда гүл мен жапыраққа себетін химиялық дәрі іспетті. Алланың осы сипатын сіңіру арқылы надан пенде дінді дұрыс тұтынып, мәдениетті сәтімен өркендетеді. Сондықтан да хақ діннің өлшемі ретінде әмәнді мәдени құндылықтар алынады. Идеологияға негізделген жалған дін ешқашан адамзаттық құндылық өндірмейді. Кез келген жалған дін академиялық ғылыммен жау болатыны осыдан. Себебі нағыз ғылым діннің жалған тұстарын аямай әшкерелейді. Әдетте бұл процесс діни жетекшілер саясатқа тым құмар болғанда басталады. Саяси билікті қолына алған халифтер немесе қазіргі автократ басшылар жеке билігін нығайту үшін діни жетекшілерді ымыраға шақырады. Оларға материалдық көмек көрсетеді, аңқауларын алдап, сұмырайларын сатып алады. Иманы беріктері соңына дейін күресіп, көбіне азапталып өледі. Бұдан соң ар иманды саудаға салатын сатқын уағызшылар легі іске қосылады. Жалған дін қараңғы халықты соңынан ілестіріп, жарыға апарып жығады. Осылайша дін тоқырайды. Дін тоқырағанда мәдениет те қожырайды.
Бұл тоқыраудан оларды академиялық ғылымға адал болған ғұламалар ғана алып шығады. Олар киелі мәтіндерге мұқият зер сала отырып, саясаттың ықпалымен бұрмаланып, терістелген ақиқат ілімді әуелгі нүктесіне қайта келеді. Осылайша дін тұғырына қайта қонып, мәдениет өндіре бастайды. Жаңа дәуірдің басталуы немесе ғылымның орнығуы. Ғылым бұған дейін де болған. Бірақ оның қоғамға тұрақты һәм тиімді қызмет етуі қиын еді. Себебі ғылым мен ғылымның тағдыры орта ғасырдағы монахтарға тәуелді болды. Ғайыптан тайып Бағдаттағы Харун Рашид, Үндістандағы Акбар, Алтын Ордадағы Өзбек хан сияқты ғылым сүйер патшалар таққа отыра қалса, ғалымдардың құдай беретін. Ал егер есіл дерті билік болған тиранның тұсына тап келсе, олар қуғын сүргіннен көз ашпайтын. Ғылымның жүйеленіп, институтқа айналып, мемлекеттік жүйе мен биліктің тармақтарын реттеуді қолға алғаны монархтар құлап, буржуйлар билікке келген француз революциясынан басталды. Бүгінге дейін бай манаптары билікке тәуелсіз елдерде ғылым үнемі дамып тұрады, ал авторитарлы жүйеде ғылым күйрейді. Ғалымдар шетелге қашады. Оны Ресейдің мысалынан көрсеңіз болады. 1990 жылы әлем бойынша ғалымдардың көптігі жағынан Ресей бірінші орында тұрған еді. Онда 992 мың ғалым жұмыс істейтін. Авторитарлы режим күшейе бастағанда сол ғалымдардың 65% шетелге көшкен. Яғни 644 мың ғалым елден кеткен. Рационалды ғылым ұлттық мемлекеттің ұстынына айналып, адамзат тарихын басқа бір сүрлеуге салғанға дейін ескі һәм тұрақты бір мақамда айналып тұрды. Көне дәуір мен классикалық орта ғасырда қоғамдық құрылымда аса күрделі болмады. Елдің басшысы болып Құдайдың назары түскен патшалар әулеті отыратын. Олармен бақ таластыру да, тақ таластыру да ешкімнің миына кіріп шықпайтын. Миына бөтен ой кірсе, ол адам қылмыскер атанып, көп ұзамай бүлікші ретінде басы шабылатын. Екінші тұғырда патшалардың амандығын Құдайдан тілеуден шаршамайтын шіркеу клерктары отыратын. Бұлармен де ұстасу, ерегісу, сөз таластыру өте қауіпті болатын. Жай адам бұлай тұрсын, ғылымы бар кемеңгердің өзін дін бұзар ерес атандырып, ағашқа асып қойып, керек болса өртей салатын. Бұлардан кейінгі қадірлі алқа ақсүйектер әулетіне бұйырды. Бір заманда бағы жанып, байлықты басып қалған феодалдар мен герцогтардың тұқымы корольдің қазынасына бір тиын да төлемейтін. Бірақ олар патша мен шіркеуге қауіп төнсе, сауыт сайманын асынып майданға аттанатын. Сол себептен ол кезде қарашек пен шаруалар соғысқа араласпайтын. Сонда олардың міндеті не? Олардың маңдайына жазылған тағдыр, төбесінде отырған мәртебелі үш алқаның қадірлі һәм қасиетті адамдарын ішіп жеммен қамтамасыз ету. Мемлекет қилы кезеңге тап болып, ауыр заманды бастан кешіргенде бүкіл салмақ шаруалардың мойнына түсетін. Яғни, король салықты көтеру арқылы өзін қорғаушы шіркеу мен ақсүйектер әулетінде ашықтырмай, тарықтырмай алып шығатын. Ал шаруалар болса ауыр салықтан езілсе де, үйінде бірнеше күн күңкілдеп шарасыздықтан салынған салықты төлеуге көндігіп кете баратын. 17 ғасырда осы тәртіптің Францияда іргесі сетінеді. Тарихта жаңа дәуір деп аталатын тың кезең басталды. Еуропаны жайлап алған мағынасыз соғыстардан мезі болған ақылды адамдар жаңа философия іздеп жатты. Сол кезде тарих сахнасына Рене Декарт шығып, қазіргі академиялық ғылымның негізі саналатын ғылыми принциптерді ұсынды.
Ол күмән философиясын тудырды, яғни кез келген ақпаратты күдікпен қарсы алып, күмәнмен тексеретін тәсіл ойлап тапты. Рене Декарттың бұлайша шорт кесуіне түрткі болған мотив бұқара халық былай тұрсын ел билеп отырған игі жақсылардың өзі қаңғып келген ақпаратқа құлай сенетін, тіпті арасынан ақылды біреу шығып ақпараттың түбін тексергісі келсе де тексере алмайтын. Себебі бұл ақпаратты қайдан алдың, бұл нәрсенің өмірде расымен бар не жоқ екенін қайдан білдің деп сұрай қалған күннің өзінде оны дәлелдей қоятын эпистемологиялық нүктесі жоқтың. Яғни ақпараттың жалған не растығын анық көрсете алатын ешқандай әдіс, тәжірибе жоқ. Елдің дені беделді көсемдер мен авторитет діндарлардың уағызына шүбәсіз сенетін. Мысалы, Рим папасы сүй деді, шіркеу бүй деді деп сауатсыз шаруалар керек болса, еш ойланбастан қан майданға қойып кететін. Соның кесірінен 30 жылдық соғыс деген атпен тарихқа енген діни негіздегі мағынасыз майдан Европаны отқа орады. Одан бөлек палашудың неше түрін меңгерген кез келген алаяқ типтер қара халықты жынды қылатын, қала берді жұлдыздарға қарап адам тағдырын болжайтын астрологтар мен өлген жанның рухымен тілдесетін спиритизм ұсталары және тағы басқа бақсы құшнаштар оккультизмнің түр-түрін кедергісіз тарата беретін. Осының бәрі жиналып келіп, Европаны қараңғы ғасырдың түнегіне тұншықтырды. Европаны осы қараңғылықтан жаңа дәуірдің күмән философиясы алып шықты. Декарттың талабы бойынша кез келген бар нәрсе кеңістік пен уақытқа тәуелді болу керек. Мысалы, қандай да бір ақпарат шығатын болса, оның қашан және қай жерде болғаны нақты фактілермен анықталуы тиіс. Бұның ғылымдағы айқын көрінісі әуедегі ракета шайқасында байқалады. Жаудың жерінен ұшып шыққан оқтұмсықтың уақыты мен кеңістігін анықтайтын саймандар ракетаны әуеде атып түсіреді. Дәл осылай ғылыми фактісі күшті ғалым кез келген жалған ақпаратты академиялық дәлдікпен жойып жібере алады. Бұдан кейін біреу әруақпен тілдесетін болса, немесе барзақ әлемінен ақпарат әкелетін болса, тіпті жаратушымен тілдестім дейтін болса да, осы ойының бәрін логикамен және бұлтартпас академиялық фактілермен негіздеп беруі шарт. Математика ғасыры. Пифагордың кезінде-ақ әлемнің түп негізін көзге көрінбейтін есеп-қисап құрап тұр. Кімде-кім сол сандар әлеміне ақылымен бойлап, оның сырына қанықса, дүниенің жұмбағын шешеді деген түсінік тараған еді. Адамдар бәріне ортақ ақиқат іздеп шарқ ұрғанда, объективті ақиқат ретінде ортаға еріксіз математика ғылымы шығатын. Шынымен де, ешкімнің субъективті пайымының ығына жығылмайтын математикалық дәлдіктер ақиқаттың анық жаршысы сияқты көрінеді. Рене Декарттан бастап мәңгілік шындықты құбылмайтын сандармен ұстап алу дәстүрге мықтап енді. Осы орайда мынадай бір мысал береміз. Ән мен әуенге мән беріңіз. Бір қарағанда бұл өкпеден тыныш шығарғанда кеңістікке тараған газ толқыны. Ән сазды болса, құлақтан кіріп бойды алады. Енді осы әдемі әуенді ұстап алып, кейінгі ұрпаққа таңбалап кетуге бола ма? Әрине болады. Әуенді нотаға түсіресіз. Яғни музыка сияқты бейфизикалық құбылыстың өзін сандар арқылы құрықтап, ешқайда қашып кете алмайтын етіп қағазға таңбалап тастауға болады. Осы сандарға қарап ойнағанда ілкідегі ескі ән қайтадан құйқылжып шыға келеді. Кеңістік пен уақыттың өлшемін математикамен дәл қоятын болсақ, кез келген бар нәрсе
ғылымның торына түсу керек. Бұл торға түспеген кез келген нәрсе жоққа есеп. Осылайша ғылыми негізі жоқ алып қашпа әңгіме мен қисынсыз ақпараттар Декарттың сүзгісінен өте алмай қирап қалды. Математиканың надандықты қирата алатын осындай таңғажайып қуатын байқаған соң, ақылды адамдар жаппай осы пәнге балаларын оқыта бастады. Европада математиканы оқып үйрену, оған сауатты болу, надандықтан құтылудың кепілі саналды. Оған тағы бір нәрсе стимул болды. 15 ғасырдың аяғында Христофор Колумб кемемен мұхитқа түсіп, Америка құрлығын ашады. Көп ұзамай Васко да Гама арман болған Үндістанды табады. Артынша Қытай құрлығы да қолға түседі. Европада бұрын соңды атын естігені болмаса, түсін көрмеген неше түрлі тауар қаптайды. Қант, кофе, шәй, темекінің неше түрі келеді. Мұндай көлемдегі көлкөсір тауарды дер кезінде сатып, есебін алып, айналымға қайта салу үшін есеп қисапқа жүйрік мамандарға сұраныс туады. Енді амал жоқ, сауда ісін дөңгелету үшін шаруаның да балаларын оқытуға тура келеді. Әсіресе Францияда математика мен рационализм осылайша ерекше қарқын алды. Жаңадан байыған бұрынғы шаруаның бала шағасы шылқыған буржуйға айналды. Портты қалаларда кафетерий мәдениеті дамыды. Көзі ашық кісілердің бәрі кафеге жиналып, қоғамдық мәселенің бәрін сол жерде талқылайтын болды. Талқылаудың басты критерийі Декарттың логикасы болатын. Осыған орай ғалымдар 17 ғасырды математика ғасыры деп атады. Осылайша Франция халқы оянып жатты. Олар үшін талқыланбайтын тақырып қалған жоқ. Бұған дейін тыйым салынған немесе сұрақ қойылмайтын алаңның бәрін логикамен ақтарып төңкере беретін болды. Мысалы, оған дейін ақсүйек әулетіне ешкім қарсы келмейтін. Олар салық төлеуден толық босатылған. Жаңа байыған буржуйлар оларға қарап, сенің менен қай жерің артық, не үшін салық төлемейсің? Сонда шығу тегіміз әртүрлі болғаны үшін салықты біз ғана төлеуіміз керек пе деп сұрайтын болды. Айта кетейік, француз революциясынан бұрын салық төлемейтін ақсүйектер әулеті 300 мыңнан асып кеткен. Мұндай ыңғайсыз сұрақтар көп кешікпей шіркеудегі діндарларға да жетті. Шіркеу мен буржуазия арасында текетірес басталды. Мұздай логикамен қаруланған жаңа байлар мұнымен де тоқтаған жоқ. Күшіне мінгенде рационалды таным мынадай сұрақты да тудырды. Не үшін Құдайдың назары мына тоғышар һәм топас корольге түскен? Оның назары неге бізге түспейді? Ақыл парасаты кемелденген шаруаның баласы неге таққа отырмасқа деген сыңайдағы сұрақтар Париждегі кез келген кафеде гу талқыланып жатты. Версаль сарайында ойын-сауықтан қолы босамайтын король Людовик 16 Франция қоғамының қаншалықты өзгеріп, дамып кеткенін сезген де жоқ, білген де жоқ. Ол кезде қоғамдық пікірмен санаспақ тұрмақ, оны зерттеп бақылап отыратын ғылым түрі атымен жоқ еді. Оның осы ғапылдығы өзінің басын жұтып тынды. 1789 жылы Парижде революция болды. Бұл төңкеріс бұрынғы төңкерістен өзгеше еді. Бұрындары ашынған шаруалар ауыр салыққа шыдай алмай көтеріліс жасап, қызды-қыздымен патшасын өлтіріп алатын. Бірақ артынша өкінетін. Себебі таққа талас басталып, ел үшін анархия жайлайтын. Сол кезде олар бір орталыққа бағынған патша билігін қайта аңсайтын. Корольдің тірі қалған бір тұқымын іздеп тауып, өз қолдарымен атасының тағына жайғастыратын. Сөйтіп қана хаостан құтылатын. Бұл жолы олай болмады. Буржуйлар шіркеуді мемлекеттен айырып, патшаның бүкіл құзыретін алып тастады.
Оны ашу үстінде балталап өлтірген жоқ. Сауатты заңгерлер жиналып, сол дәуірдің деңгейіне сәйкес заңнама шарттарын қолдана отырып, адамзат тарихында тұңғыш рет шексіз билікпен өз жұртын өзі қанаған монархты заңмен соттап, жұрттың көзінше басын шапты. Осыдан бастап Европа жұрты монархтан құтылып, республика құруды армандайтын дертке шалдықты. Ал республика конституциямен басқарылады. Конституцияның бірінші шарты барлық адам баласы тең. Және Бұхара халық биліктің көзі. Елдің қолдауы мен құрметіне бөленген кез келген ақылды пенде патшаның тағына отырып, ел билей алады деген жаңа низам пайда болды. Бұл низам Бұхараға майдай жаққанмен, шексіз биліктің дәмін алып, халықты армансыз қанаған монархтар мен ел билеуші шонжарларға ұнаған жоқ. Халық пен автократ басшылар арасында билік үшін талас қазір де қайнап жатыр. Физика ғасыры. Енді есік қағып 18-ші ғасыр келді. Бұл дәуірде адамзат табиғат күштерімен жекпе-жек шықты. Бұл енді физиканың міндеті еді. Алыс сапарға аттанған сауда кемелерінің амандығы физика ғылымына тікелей тәуелді болды. Желдің бағыты, судың ағысы, жұлдыздың жүрісі сияқты құбылмалы табиғат пен ауа райын дәл болжау тағдырға айналды. Жаратылыстың жұмбағын шешпесіне болмады. Себебі кемедегі матростардың тіршілігі қыл үстінде тұрды. Қай ел физикаға жүйрік болса, соның кемесі ұзақ жүзді. Кім ұзақ жүзсе, сол мол табыс тапты. Сондықтан да буржуйлар физиканы зерттейтін ғалымдардан ақшаны аяған жоқ. Ғалымдар да ақшаны өтеді. Өтеуінің шыңы отты қару ойлап табу болды. Енді кімнің қаруы күшті, соның қалауы заң болды. Осыған орай 18-ші ғасыр физика ғасыры деп аталды. Әлемдік тәртіп тағы да өзгерді. Тарихта ұлы географиялық жаңалықтар деген атпен қалған бұл кезең негізінен державалардың жер шарындағы жаңа құрлықтар үшін қиян-кескі таласы болатын. Англия, Франция, Испания сияқты ең ірілері жер шарының жартысынан жуығын отарлап алды десе де болады. Қазақ елі де сол кезеңде Ресей империясының отарына айналған еді. Биология ғасыры. Жаңа ғасыр 19-шы ғасыр жаңа сұрақтармен бірге жаңа ғылым ала келді. Бұған дейін адамды Құдай жаратты, адамның міндеті Құдайға құлшылық ету деген қарапайым философия Бұхара халықты қанағаттандырып келген. Шіркеудің ықпалы мен гегемониясынан ығыр болған оқымыстылар қауымы адамның шығу тегі жайында тың ізденістер бастап кетті. Осындай ізденістің соңы Дарвиннің эволюция теориясымен аяқталды. Осылайша 19-шы ғасыр биология ғасыры деп аталды. Жаңа туған биология ғылымы барлық түрлердің бір мақамда қатып қалмай, үнемі эволюция процесінде дамып отыратынын дәлелдеді. Сол-ақ екен, биологияны сан салаға бөліп, кез келген түрді қолдан ұрықтандырып, селекция жасап, асыл тұқым өндіріп шығару деген өнерге ауысты. Осыдан келіп, адамның да озып туған асыл түрі болу керек деген қате теорияға ұрынды. Ал теория биліктегі басшылардың саяси құралына айналғанда ари тұқымы ғана бәрінен артық. Одан өзгесінің өмір сүруге ақысы жоқ деген зұлымдыққа ұласты. Гитлер оны жүзеге асырды. Евгеника деген атауымен бұл да тарихта қалды. Биология қарқынды дамуын әлі де тоқтатқан жоқ. Керек болса бір клеткадан кез келген түрдің екінші копиясын клондап бере алады. Адамзат үшін оның да қатерлі тұстары жетерлік.
Атом ғасыры. 20 ғасырда ғалымдар атомды бөлшектеуді меңгерді. Бұл өнер адамзаттың қолына бұрын-соңды қиялына да кешпеген алапат қуаттың көзін тауып берді. Бірақ содан бір ғасыр алдын діни институттарды талқандап, Құдай ұғымын жойып, Құдай өлді деген ұранды қуана шырқаған батыс жұрты имансызданып біткен еді. Сондықтан 20 ғасыр дегеннен ақ бірінші дүниежүзілік соғыспен басталып, орта шені екінші дүниежүзілік соғысты Хиросимаға атом бомбасын тастаумен аяқталды. Осылайша атом қаруы бұл ғасырдың бас ауруына айналды. Халықаралық саясатта есесін жібергісі келмеген ірі мемлекеттің бәрі ұлттық қордағы қаржысының қомақты бөлігін атом қаруын жасап алуға жұмсады. Осының кесірінен әлемде эфемерлі көңіл-күй орнады. Яғни ел-жұрт мәңгілік мұратты көздеп, соның жолында күресуге ықылассыз болды. Қит етсе, не істейсің оны жасап? Ертең атом бомбасын тастап жіберсе, бәрі жайына қалады. Одан да осы күннің қызығы мен рахатын сарқылғанша көсіп алайық деген таяз түсінікке маталды. Мұны ғалымдар атом ғасыры деп атады. Атом ғасырынан өлердей қорқатындай жөні бар еді. Соғыс болмаған күннің өзінде кездейсоқ жарылатын атом қуаты бүкіл планетаның тағдырына кері әсер ететін. 1986 жылы Чернобыльдегі атом электр станциясының жарылуы адамзат тарихындағы ең ірі апаттардың бірі саналады. Ғалымдардың айтысынша, оның зардабы қияметке дейін тарамайды. Халықаралық ұйымдар жабылып жарылған станцияның бетін бетонмен қаптап тастады. Сол кезеңде СССР-дің құрамында қалған Қазақстан жұрты да атом үрейін өте жақсы біледі. Бүкіл мемлекеттік мекемелер мен оқу орындарында атом бомбасы жарылғанда паналайтын жертөлелер міндетті түрде соғылатын. Орта мектептің өзінде алғашқы әскери дайындық сабағында бомбаның радиациясынан қалай қорғану керектігі жөнінде арнайы дәрістер өтілетін. Тарихта қырғи қабақ деген атпен қалған қару жасау жарысы ақш пен СССР-дің экономиялық қуатын кәдімгідей әлсіретті. Триллиондаған доллар мен рубльдер түкке қажеті жоқ атом бомбалары мен атом сүңгуір қайықтарын жасауға жұмсалды. 20 ғасырдың адамына бәле болып жабысқан атом проблемасының зардабынан қатты қасірет шеккен жұрттың бірі қазақ халқы. 1949 жылы Семей полигонында алғашқы атом қаруы ашық далада жарылды. Кейін келе қарулар жер астында жарылса да, бұл оңбаған сынақ 1989 жылы Семей-Невада қозғалысы нәтижесінде бір жола жабылып тынды. Бірақ топырақ пен ауаға тараған радиацияның зиянды қалдығы бүгінге дейін жергілікті жұртты әуреге салып келе жатыр. Сопылар арасында рационалды ақылға байланысты мынадай қызықты тәмсіл бар. Ұлы Алла әуелде ақылды жаратқанда екі көзін соқыр қылыпты. Қос жанары көрмейтін ақыл сипаланып, тыпыршып, тықыршып бір орында тұра алмапты. Мазасы қашып, сен кімсің деп сұрай беріпті. Сонда иесі, сені жаратушы Раббыңмын. Екі көзің көр болғанымен, мені іздеуден шаршамайтын иманды құлымның сенімді серігі сен боласың. Мені анық көрмесең де, көңілің тыныш таппай өле-өлгенше мені іздеумен боласың деген екен. Мені неге соқыр қылдың дейді. Мен білуші Құдаймын. Оның да хикметі бар. Екі көзің көр болғанымен, сені жетекке алатын ар мен иман бар. Осы екеуінің етегінен ұстасаң, көзіңнің кемдігінен жапа шекпейсің. Сенің бойыңда жойқын күш бар. Ар мен иманның жетегінде жүрмесең, дүниені бүлдіресің депті. Дәл осы тәмсілді академиялық ғылымға да қолдануға болады. Ғылымды дін мен мәдениет жетекке алмаса, одан да қауіп бар.
Жүгенсіз ғылым өмірдің мәні тұрмақ, неше түрлі қару жасап, тіршілікті түбімен жойып жіберуге қабілетті. Оның мысалын жоғарыда айттық. Әу баста дін мен мәдениетті надандықтан тазалап отыруға міндеттелген ғылымның аяғы атом бомбасын жасаумен аяқталды. Мағынасыз ғасыр. 1991 жылы СССР тараған соң Қазақстан Республикасы атом қаруынан құтылуға асықты. 1994 жылы ақш-пен сәтті жүргізілген келіссөздер нәтижесінде қазақ билігі атом қаруын жасайтын материалдың бәрін ақш-қа беріп, ақысына тыныштық кепілдігін алып, сыртқы саясатта ұтымды қадам жасады. Бұдан кейін ақш тарапы да атом қаруларын қысқарту жөнінде бірнеше реформаны бастан кешті. Бір қарағанда адамзат ұрпағы ең қауіпті бәледен құтылып, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған ең мамыражай кезеңге келіп кіргендей болды. 2000 жылдың 1 қаңтарын Қазақстан халқы да әлем жұрты сияқты зор оптимизммен қарсы алды. Советтік цензура мен Кремльдің қатаң бақылауынан құтылған бұрынғы одақтас республикалар қалауынша бақытты қоғам құрамыз деп үміттенді. 2003 жылдан былай қарай әлемдік нарықта мұнайдың бағасы өсіп, Қазақстанның айы оңынан туды. Ел ішінде ақша көбейді. Бұрын соңды совет адамның түсіне де кірмеген таңғажайып мүмкіндіктер жастарға нәсіп болды. Болашақ грантын ұтып алған кез келген жас талант қалаған еліне барып, ұнатқан мамандығын оқып келетін мүмкіндікке ие болды. Бірақ 21 ғасыр өзімен бірге түсініксіз бір проблеманы ала келді. Ол мағынасыз өмір деп аталады. Бұл дәуірдің адамдары ширек ғасырды артқа тастағанда аса маңызды бір нәрсенің мүлт кеткенін сезе бастады. Былай қарасаң, өмір бақи армандаған бүкіл нығметі уысына түсті. Енді соның қызығын армансыз көрейін десе, өмір сүруге деген бір мысқалда мотивация қалмаған. Арайлап атқан әрбір таңның қызарып барып батуы ол үшін ауыр азапқа айналды. Шамамен 70-80 жылға созылатын ғұмырды шабытты мақамда сүріп шығып, өлім сәтін салтанатты нотада аяқтау былай тұрсын, бір күннің өзін шаттықпен сүріп шығу үлкен проблемаға айналды. Шынайы шаттықтың көздері бір жола бітеліп қалғандай дерсің. Еш жерден табиғи қуаныш таппаған модерн адамдар бақыт пен рахатты қолдан тудыратын биохимиялық препараттарға жабысып алды. Бұдан да түңілгендері өзіне қол салып, тіршілік сахнасын өз еркімен босатып кетіп жатыр. Және мұндай қорқынышты тенденция әлем жұртына үстемдік етіп тұр. Осыған орай ғалымдар 21 ғасырға мағынасыз ғасыр деп ат берді. Үміттің күйреуі. Мағынасыз ғасырдың қатыгез соққысы әсіресе қазақ қоғамына ауыр соқты. Себебі бұл ғасырдың мұндай соққысына қай тараптан болсын дайын емес еді. 1995 жылдан бастап билік жүйесі авторитарлы режимге құрылды. Барлық адами құқықтарына кепілдік берген конституциясы бүкіл халықтың емес, бір ғана билеуші мен оның әулетінің мүддесін қорғайтын қасиетті қағазға айналды. Мұндай режим әділдік ұғымын әлсіретіп, жойқын жемқорлыққа жол ашты. Әділетсіз қоғам мен әділетсіз сот жүйесі қиянат көрген адамның өмірден түңілуін тездетеді. Әсіресе жастар өз дарыны мен табиғи талантына сенуден қалды. Білім мен өнер сайысының қай саласына барса да әділ қазылар алқасын таппады. Мектептегі қарапайым мақтау қағазынан бастап мемлекеттік сыйлықтарға дейін тамыр таныстықпен сатыла бастады. Әдетте адамның өміріне мән дарытып, тіршілікке құмар қылатын негізгі құндылық әділдік феномені. Осы құбылысты Виктор Франкл Аушвиц концлагерінде болған кезде мынадай детальмен әдемі түсіндірген. Қара жұмыстан қалжыраған аш-жалаңаш тұтқындар
күніге кешкі тамаққа ұзын сонар кезекке тұратын. Өмірден түңіліп, өзіне қол салуға дайын тұрған кілең міскіндер еді. Бірақ олар соның өзінде өмірге құштар қылатын бір оқиғамен күніге кездесетін. Ол Ф есімді аспаз болатын. Ол сылдыр сорпаны тұтқындардың тостағына ожаумен қотарып жатқанда көз таныс жерлестері мен жақын туыстары да алдына келіп тостағын тосатын. Әрине олар бауырым, сорпаның сәл қоюынан құйсаң нетті, 2 түйір картошка артық салсаң нең кетеді дегенді көзімен ұқтыратын. Бірақ Ф ондай қадамға бармайтын. Алдына туған бауыры келсе де, сорпаны қозғап бәріне теңдей етіп құйып беруге тырысатын. Оның осы титтей ғана адамшылық әрекеті аяғынан зорға тұрған тұтқындардың тұла бойына өмірге деген құлшынысты құятын. Әсіресе Назарбаев дәуіріндегі мектеп қабырғасынан басталып, үкіметтің тендерлеріне дейін жең ұшынан жалғасып жататын сыбайлас жемқорлық кез келген қазақтың өмірден түңілуіне түрткі болды. ұбт кезіндегі тесттердің сатылуы, жұмысқа таныс арқылы тұру, қызметте парамен өсу, сотты сатып алып ұнамаған адамын отырғызу, бизнестерді тартып алу, саяси қудалау, әділетсіз сайлау сияқты көріністер қазақтардың келешекке көз тіккен оптимистік қасиетін күл-талқан қылды. Осының себебінен соңғы 20 жылда қазақ қоғамында болашағына сенбейтін, бір күндік қызыққа жұтылған, ертеңін ойлаудан қорқатын, өзінің кім екенін таппайтын, діннен жүз қайырған, өз мәдениетін қорсынған, өз баласын орыс мектебіне беруге көндіккен, мағынасыз несиеге белшеден батқан, саяси өзгерістен үмітсіз, үйленбей жатып ажырасатын, құмар ойынның түр-түріне ойланбай қойып кететін, қит етсе өз өмірін қия салуға дайын тұратын қуыс кеуде типтер қамыстай қаулады. Бұл дерттің біздің қоғамда жойқын сипатта белең алуының соңғы 30 жылдағы объективті себептерін тарқатамыз. Әуелі ғылым академиясынан бастаймыз. Себебі қоғамда келеңсіз құбылыстар белең алып, адамдардың ақылы ауытқып, психикасы шатаса бастағанда дабыл қағып, аурудың алдын алуға бірінші болып аттанатын рухани армия ғылым ордасы. Ғылым академиясы адамның болмысы өле-өлгенше бұл дүниеден тыныштық таппайтын ең түсініксіз тіршілік иесі саналады. Ғалымдар мұны оның тәңірлік қырымен түсіндіреді. Яғни адам болмысының диапазоны шамадан тыс кең, болмысының бір ұшы сайтани әлемге барып сіңеді. Енді бір бастауы ғайыптағы тәңірлік әлемге жалғанып жатыр. Пенденің пәни дүниеде тыныштық таппай аласұрып өмір сүруі дін ғылымы уаджибул уджуд, яғни міндетті болмыс деп аталатын абсолюттік болмысты іздеумен тікелей байланысты. Өмірдің де жалпы адамзатқа ортақ объективті мәні осы міндетті болмыстың дәргейінен шығып жатыр. Дүниеге қамалған адам ғаламдағы сансыз жаратылысқа қарап, мәңгілік болмыстың жарығын табуға тырысады. Біз мұны рухани ізденіс, өмірдің мәні, баянды бақыт, өлімсіз өмір деген сияқты ұғымдармен айшықтаймыз. Бірақ бұл ізденіс әмәнда баянды бақыт сыйлай бермейді. Жарты жолда адасып, сайтан қазған орға, ібліс құрған торға түсетін болсаң, бәрі күйді деген сөз. Осы ізденіс жолы баянды болу үшін Аллах Тағала ғылым деген нығметті бізге нәсіп еткен. Ғылымның өзі өмірдің мәні бола алмайды. Ол өмірдің мәнін іздеу жолында біздің сенімді серігіміз. Егер өмірдің мәні деген категорияны түсініктен аластайтын болсақ, онда ғылымға табынатын тағы бір проблема шығады. Оны сиентизм деп атайды. Европаның ең ірі қателігі осы нүктеде кеткен. 19 ғасырда
өмірдің мәні деген тақырып әжуаға айналып, жұрт жаппай ғылымға және ғалымдарға табына бастады. Оның соңы екі дүркін дүниежүзілік соғыспен аяқталды. Ғылым бізге не үшін керек? Жолға түскен жолаушы неге адаспай тұрмайды? Ол өзінің қия басқанын қалай біледі? Оны ғылымның фактісімен ғана анықтайды. Адамға тән мынадай әлсіздік бар. Ізденіс жолында өзіне ұнайтын идея немесе теорияны айнымайтын ақиқат деп сенетін қауіпті психология бар. Бұл психология үстемдік еткенде ізденуші өзінің өтірігіне өзі сеніп қалатын дертке ұшырайды. Сүйікті идеясын не теориясын терістейтін қарсылас көрсе, оны жұлып жеуге дайын тұрады. Кейде осындай психологияның кесірінен соғыс өрті тұтанып кетеді. Адамзаттың осындай бейшаралығына академиялық ғылым әмәнда тосқауыл қойып тұруға міндетті. Яғни ғылымы дамымаған қоғамда өз өтірігіне өзі сеніп жүре беретін әңгүдіктер қаптайды. Академиялық дәлдіктің мысалын мынадай классикалық оқиғамен түсіндіреді. Ежелден ақ адамдар қоршаған табиғатты түсінуге тырысты, бірақ нақты ғылым болмағанның кесірінен ақылға сыйымсыз әпсаналармен өздерін жұбатып жүре беретін. Мысалы, жер жалпақ та, дөңгелек пе, әлде шар ма? Жалпақ болса шетіне дейін барсаң құлап кетесің деген надандықтан шыға алмаған. Жердің табиғатына қатысты неше түрлі қисық пайымдар толып жатыр. Жер шар сияқты дөңгелек. Керек болса оның диаметрін өлшеп бере аламын деген бір ғалым шыққанға дейін қисық көзқарастар тарала береді. Бұл ғалымның аты Эратосфен. Ол Александриядағы кітапханада отырып, Ніл өзенінің жанындағы бір ауылда 21 маусым күні түс мезгілінде тік тұрған таяқтан көлеңке түспейді деген бір деректі оқып қалады. Осыдан бастап ол күннің түсуі мен көлеңкенің созылуын бақылауға алып, жердің диаметрін өлшеуге кіріседі. Тіпті ол Александрия мен Сиена қалашығының ара қашықтығын өлшеп беретін арнайы адам жалдайды. Осы өлшемге қарап ол жердің диаметрі 40 000 шақырым деп болмашы пайызға қателеседі. Демек, әр істе өлшеу әдісін дұрыс қоятын болсаң, бәріне ортақ объективті фактіні тауып алуға болады. Академиялық ғылым осындай дәлдікпен жұмыс істеп тұрған кезде халықтың жаппай надандыққа ұрынуына жол бермейді. Ғылым дамыған жаңа дәуірдің ықпалы 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында қазақ даласына да келіп жетеді. Енді академиялық институттарды көбейтпесе, қазақ халқының да қараңғылықта қалып кету қаупі барын көзі ашық алаш арыстары бірден ұққан. Қазақтың тұңғыш ағарту министрі Ахмет Байтұрсынұлы 1921 жылдың 31 қаңтарында Орынборда өткен мәжілісте академиялық ғылымның барлық саласына бір қазақ ғалымын бекітті. Олар жаппай қазақ тілінде оқулық жазуды міндетіне алды. Әлихан Бөкейханұлы астрономия мен география, Халел Досмұхаммедұлы анатомия мен зоология, Мағжан Жұмабаев педагогика мен көркемсөз теориясы, Міржақып Дулатов есеп, Әлімхан Ермеков математика, Мәннан Тұрғанбаев арифметика, Қаныш Сәтбаев алгебра, Биахмет Сәрсенов геометрия, Жүсіпбек Аймауытов психология, Қошке Кемеңгерұлы жаратылыстану, Файзолла Ғалымжанов физика, Жұмағали Тілеуин мектеп гигиенасы, Сәкен Сейфуллин мен Мұхтар Әуезов әдебиет хрестоматиясы, Хайреттин Болғанбайұлы мен Мұхаммеджан Тынышбаев тарих оқулықтарын жазды. Телжан Шонанұлы Богдановтың курс политэкономия деген кітабын аударып, қазақша экономика ғылымының негізін қалау керек болды. Ал қазақ тілінің ережелері жайлы кітап жазуды Ахмет Байтұрсынұлы
өз міндетіне алды. Репрессиядан кейін бұл қайырлы іс кілт үзілді. Бірақ қазақтың бағына орай 100 адамның жұмысын жалғыз атқара алатын бір ғалым атылмай аман қалды. Ол Қаныш Сәтбаев. Ол қанша жерден қуғын көрсе де қазақ халқын надандыққа жібермеймін деген амбициясынан бас тартпаған. Екінші дүниежүзілік соғыстың кезіндегі эвакуацияны қазақ халқының пайдасына шешеді. Яғни Мәскеу мен Петербордан Алматыға аударылған ғалымдардың бәрін тиімді пайдаланады. Олардың әлеуметтік мәселесін шешіп беріп, қазақ жастарын ғылымға бейімдеп оқытып алады. Сосын таныстығы мен беделін пайдаланып, 1946 жылы Алматыда Қазақ ғылым академиясын ашты. Өзі академияның президенті болып тағайындалды. Әдебиет институтына Мұхтар Әуезовті, тарих институтына Ермұхан Бекмағановты, энергетика саласына Шапық Шөкинді, музыка саласына Ахмет Жұбановты, археология институтына Әлкей Марғұланды отырғызды. Осындай алыптар шоғыра қазақ халқын СССР кезінде ең сауатты халықтардың қатарына қосты. СССР кезі болғасын, бұл академияның да өзіне тиесілі сан түрлі проблемалар болған, бірақ бұл нәрсе анық.